Мен пәтер жалдадым. Пәтерде мен жұмыстан келіп бірден ұйықтадым. Мүлдем шаршап кеттім. Түнгі 2:13-те көршіні табалдырықты ұрып шулап жатқанын естідім. Менің мүлдем құлағым ауырып кетті шудан. Келесі түнде де 2:13-те тағы да бәрі қайталанды. Мен көршіге барып түндегі шуды тоқтатпақшы едім. Есікті бір әжей ашты. Әжей мені қонаққа шақырды. Маған ол шай мен өте дәмді түрде әдемі бір тоқаш. Мен тоқаш жеп отырған кезде қақалып қалдым. Тоқаш менің дәл тамағыма тұрып қалғандай жөтеле бердім. Көзім тоқашқа қарай берді. Әжем маған күлімсіреп қарап тұрды. Мен подъездге шықтым. Түндегі қатты шу туралы айтпадым. Келесі түнде де 2:13-те бәрі қайталанды. Түнде мен есікті қақтым. Бірақ ешкім ашпады. Дәл үйде барлық кетіп қалғандай. Екінші есік асты. Сен неге барлығын шу шығарып жатсың? Мен бұның астындағы үйде тұрамын. Ол күнде шулайды. Жерді ұра береді. Сен не, ақымақсың ба? 8 жыл бұрын ол қайтыс болды ғой. Әлде сен оны білмеуші ме едің? Ол тоқашпен шай кезінде тұншығып өлген. Не? Тоқашпен шай кезінде тұншығып өлген? Мен онымен шай іштім ғой. Жақсы, сау болыңыз. Күнде егер де ол өлсе, оның астында тұратын барлық адам сол шуды естиді. Мен көшеге шықтым. Дәл сол үйдің терезесін аңдығым келді. Үйде кім бар екен? Жоқ. Біреу жоқ екен, соны тексергім келді. Терезеде ешкім жоқ болды. Мен бір кемпірдің бейнесін көрдім. Ол бір сымға кесе ұстап тұрды. Көздері аппақ, шаштары да аппақ. Ауызда